Қазақтың ою-өрнегі халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан көркемдік ойының, талғамының, дүние танымының айнасы. Ол тек әсемдік үшін жасалған бедерлі өрнек қана емес, әрбір оюдың артында тұтас бір философия, терең мағына, ұлттық рух жатыр. Ою-өрнектер арқылы ата-бабаларымыз өз мінезін, табиғатқа көзқарасын, өмірге деген ұғым түсінігін бейнелеп отырған. Қазақ ою-өрнегінің түп тамыры көне түркі дәуірінен бастау алады. Сол заманнан бері өрнектер ру таңбаларымен, салт-дәстүрмен, тұрмыс салт бұйымдарымен біте қайнасып, ұлттық мәдениеттің бөлігіне айналды. Қошқар мүйіз, түйе табан, бота мойын, гүл секілді өрнектер жан-жануардың, өсімдіктің, табиғаттың бейнесін символдық түрде жеткізеді. 2025 жыл Қазақстан Халқы Ассамблеясына 30 жыл. 30 жылдық мерейтой аясында республикалық және өңірлік деңгейде жүздеген түрлі іс-шаралар өткізілуде. Форумдар, дөңгелек үстелдер, этномәдени фестивальдер, қайырымдылық акциялары, жастар мен волонтерлерге бағытталған жобалар. Соның аясында Жезқазған қалалық орталықтандырылған кітапханамызда 30 жылдық бірлік саяхатында атты кітап көрмеміз ұйымдастырылды.